Сәлеметсіздер ме, каналымыздың қымбатты көрермендері және 1С программасының қолданушылары. Бүгін біздің тақырыбымыз 2025 жылда жалақы есептеу. Менде бухгалтерия 8-3. Жалақы тарауына кіреміз. Ұйым қызметкерлеріне жалақы төлеу дегенді ашамыз. Керекті айды таңдап ашамыз. Автоматты түрде толтыру барлық қызметкерлер бойынша дегенге «Я» деп басамыз және есептеу. Біздің жалақымыз есептелді, енді өткізу және жабу. Енді жалақы, ұйым қызметкерлерінің шегірімдерін есептеу. Керекті айды таңдап ашамыз. Дәл солай автоматты түрде толтырамыз. Және есептеуді басамыз. Салық ставкалары бізде бәрі жаңартылған. Себебі жаңа релизбен бірге оның бәрі автоматты түрде жаңарады. Міне біздің салықтарымыз есептелді. Өткізу және жабу дегенді басамыз. Енді жалақы, ұйым қызметкерлерінің салықтарын, жарналарын және аударымдарын есептеу. Керекті айды таңдаймыз. Немесе оны жаңадан жасауға болады. Мысалға, тамыз айын жаңадан құрайық. Автоматты түрде толтыру. Есептеу. Міне біздің салықтарымыз есептелді. Өткізу және жабу. Енді біз жалақыны есептегеннен кейін оны міндетті түрде көрсету керек, яғни отражение дегенді толтыру керек. Жаңадан жасау. Немесе ескі құжаттың көшірмесін, яғни копиясын жасауға болады. Және мұнда айды өзгертеміз. Және автоматты түрде толтыруды басамыз. Осының бәрі кейін оборотно-сальдовая ведомость құжатында көрінеді. Енді өткізу және жабу. Міне осындай жолмен жалақыны есептеуге болады. Келесі сабақтарда көріскенше.